25 насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді. Ей адам баласы, Алла тағаланың белгілерімен жариялайды. Шын мәнінде оның сыртында Құдай жоқ. Періштелер де осыны куәландырады. Білім иелері, пайғамбарлар мен басқа да иман келтіргендер де Алланың ең әділ жолмен билік ететініне сенімді және тағы бір мәрте растау жасайды. Оның сыртында Құдай жоқ. Ол барлық құдіретті әрі дана. Расында Алланың разылығы болатын дін ислам, пайғамбарларға жіберілген шариғат, тек Құдайға қосылыққа негізделген. Кім ислам мен оның шариғатынан басқа дінді таңдаса, ол ешқашан қабылданбайды және ақыретте зиянға ұшырайтындардың қатарында болады. Себебі ол мәңгі тозақта болады. Жақсы амал жасаған адамға Алла жәннатқа қуана қабыл етеді. Шын мәнінде Алланы таныған және оған бойсынған адам құтқарылған. Шайтанды таныған және оған бойсынбаған адам қауіпсіз. Шындықты таныған және оны ұстанған адам аман. Өтірікті таныған және одан сақталған адам жеңімпаз. Шайтан мен дүние құмарлықты танып, содан бас тартқан адам бақытты. Ақыретті танып, оны іздеген адам шын жолда. Шын мәнінде Алла тағаланың кімді шын жолға салғысы келсе, оны тура жолға салады, және сендердің оралуың оған. Ей адам баласы, егер Алла саған ризыққа кепілдік берсе, неге алаңдайсың? Егер Алла өтейді, неге сараң боласың? Егер ібліс Алланың дұшпаны болса, онда немқұрайдылық пен абайсыздық неге? Егер тозақ оты бар болса, онда сауқынғандылық неге? Егер Алланың сыйы жәннат болса, онда неге бойсынбау? Егер бәрі менің қазаммен болса, онда алаңдау неге? Біз оны сендерге аштық. Сонда сендер жібергендерім үшін қайғыға батпайсыңдар, және бергенім үшін мақтанбайсыңдар. Өйткені Алла мақтаншақтық пен тәкаппарлықты ұнатпайды.